Сәлеметсіздер ме? Market KZ-тің сіздерге айтар жаңалығы бар. Біздің сайтпен қосымшада біз біргеміз деп аталатын жаңа бөлім пайда болды. Ол карантин мен пандемия кезеңінде адамдар бір-біріне көмек бере алу үшін жасалды. Егер сіз біздің қосымшаны әлі орнатпаған болсаңыз, видеоның төмен жағындағы сілтеме арқылы өтіп, оны жүктеп алуға болады. Ол Android пен iOS платформаларында қолжетімді. Маркетке тіркелу өте оңай. Алдымен мобильді телефон нөмірін көрсетіп, келген SMS-тегі кодты жазу керек. Содан соң жеке кабинетке арналған құпия сөзді енгізіп, қосымшамен пайдалана бересіз. Егер сіз осы бір қиын кезеңде өзге жандарға көмек қолын созуды қаласаңыз, маркетте хабарландыру бере аласыз. Ол үшін басты беттегі подать батырмасын басу қажет. Біз ашылған жаңа хабарландыру терезесін көріп тұрмыз. Мен тақырыбына әйелдер киімі деп жазамын. Түсінікті болу үшін бірден өлшемін деп көрсетемін. Арғарай мен алдын ала дайындап алған фотосуреттерді галереядан таңдап қосамын. Содан кейін категория таңдау қажет. Женская одежда немесе әйелдер киімі. Осы тұста да өлшемін көрсетем. Жағдайын БУ деп қоямын. Енді мұнда описание деген жерге көктем мен жазға арналған әйелдер киімі деп жазамын. Бағасын көрсетудің қажеті бар мекен? Мен адамдарға тегін көмек көрсетпек ниеттемін. Сол үшін осы жерде адамдарым, яғни тегін беремін деген тұсқа белгі қоямды, ары қарай деген батырманы басамын. Мінекей, қосымша мені Алматыда екенімді біледі. Ары қарай маған картада мекен жайымды белгілеу керек. Мұнда сіз тіркелу барысында көрсеткен телефон нөмірі шығады. Егер сіз хабарландырудың қалай көрінетініңді білгіңіз келсе, онда мына жерде қарауға болады. Фотосуреттердің барлығы жүктеліпті. Мұнда ұсынылған дүниенің сипаттамасы және жағдайы көрсетілген. Енді опубликовать, яғни жариялау батырмасын басамын. Енді хабарландырудың қайда тұрғанын тексеремін. Мы едины, біз біргеміз бөліміне кіріп, готовы помочь. Ары қарай аяқ киім мен киім дегенге кіремін. Мінекей, мен берген хабарландыру мұнда жаңадан жарияланған бірінші болып тұр. Егер сіз де жәрдемдесуге дайын болсаңыз, осылай хабарландыру беруге болады. Және сіз ұсынған дүние мұқтаж жанның керегіне жарауы мүмкін. Енді, егер сізге көмек керек болса, хабарландыруды қалай беру керектігін көрсетемін. Мысалы, мен үйден шыға алмай отырмын да, маған дүкенге барып, азық-түлік алып келетін адамның көмегі керек деп елестетіп көрейік. Сол себепті қайта подать батырмасын басамын, жаңа хабарландыру жазамын. Тақырыбына азық-түлік алуға көмектесіңіздерші деп жазамын. Қосымша автоматты түрде категория ұсынады. Бірақ мен мы едины дегенге кіріп, нужна помощь, көмек қажет, еда, тамақ дегендерін таңдаймын. Описание деген тұсқа далаға шыға алмайтынымды, жақын маңдағы дүкеннен азық-түлік әкеліп беруге көмектесуді сұраймын. Баға бөліміне ештеңе жазбаймын да, төменгі тізімінен договорная цена, яғни келісімді бағаны таңдаймын. Себебі маған көмектесетін адам тек азық-түліктің ақшасын алып, қызметі үшін ақы сұрамайды деген үміттемін. Бұл бетте маған қайта өз мекен жайымды көрсету керек. Мен картаға белгі қоямын, себебі мен үшін бұл өте ыңғайлы. Телефон нөмірі дұрыс көрсетілген, сондықтан мен опубликовать, яғни жариялау батырмасын басамын. Хабарландыру сәтті берілді. 1-2 минутта мобильді қосымшада жарияланады да, басқа пайдаланушылар үшін қолжетімді болады. Егер мүмкіндіктеріңіз болса, басқа жандарға көмек қолын созуға шақырамын. Біз біргеміз деп аталатын бөлім дәл сол мақсатпен құрылды. Назарларыңызға көп рахмет. Аман сау болыңыздар.